Кет, отыр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Кіруге бола ма? Менің есімім Әбдімәлік болды. Менің жұбайым. Апамызға не болды? Балам аварияға түсіп, балам инвалид болып қалды авариядан кейін. Жалғыз бала болғаннан кейін соны көтере алмадым. Бірінші группа инвалид. Өзіңіз қайда жұмыс істеп жатсыз? Яндекспен таксовать етемін. Таксовать етеді. Түнгі 3-4-терде шығамын. Орсаға 9-10-ларда тұрып, соға дейін бұйырған алып келемін. Одан бары қырау көріп, көмектесу көріп, әйел тамақты да өзі істей алмайды ғой. Бұл кісілердің арманы денсаулық қой. Негізі біз басқа міндетпен келдік. Алланың қалауымен бүгін сіздер үйлі болып жатсыздар. Құтты болсын. Қуан қазақ. Жаңа үйіңізге қош келдіңіз. 3 бөлмелі. Ал ағасы, құтты болсын жаңа пәтеріңіз. Қалай ұнап жатыр ма? Өте керемет, рахмет. Көмектесіп жатқан барша қазақ халқына алғысым шексіз. Көп рахмет. Қарекет қайырымдылық қорында мүлдем болмаған. Сол себепті жанталасып жатырмыз. Ойлаңыздаршы, бір күнде 5 баспана табыстау деген. Осындай жерде адам тұрып жатыр дегенге сенесіздер ме? Амалдың жоқтығынан тұрып жатыр. Көрейік. Есіңіз кім болады? Данияр ғой. Сіз қайда жұмыс жасайсыз? Мен жұмыс істеймін, екінші группада инвалид. Жүрекпен. А бұл жер кімдікі? Бір кісінің кім? Мен денсаулығым жоқ болмағаннан кейін беріп қарап отырсаң болды. 10 жылдан асып кетті ғой. Не сұрасам да Алладан сұра дейді ғой. Алла бүгін сіздердің дұғаларыңызды естіп, бұл дұғаларыңызға Алла жауап беріп отыр. Құтты болсын. Өз баспаналарыңыз болады? Бірақ өзі жаңа үйлеріңізге барайық. Ал жаңа шаңырақтарыңыз осы. Құтты болсын. Рахмет, мыңда бір шүкір Аллаға. Ең бірінші Алланың арқасы. Қазақ елімнің арқасы. Баспаналы бол мен ойыма келген жоқ. Қарақаттен көретінмін. рахмет. Мен договор жүргізіп шығып кетейін деп. Осымен біз енді 4-ші отбасының үйін табыстап болып жатырмыз. Біз 5-ші отбасыға бару керекпіз. Жақсылықта көріскенше. Үйлеріңіз құтты болсын. Соңғы 5-ші отбасы қалды. Көріп тұрғандарыңыздай қараңғы батты уже. Амал жоқ, енді кішкене үлгермей қалдық. Ал бүгінгі соңғы 5-ші отбасыға келдік. Ассалаумағалейкум. Апа, осы жерде тұрып жатсыздар ма? Иә. Осы 2 бөлме ма? Осы 2 бөлме. Мына пеш жағымыз. Мына пеш жылтып жатыр ма? Жылтып жатыр. Осы жерде жуынасыздар ма сонда? Аха, бұған да шүкір, жоқтан гөрі. Бұған да шүкір. Бұл менің қайдан тұрған жалғыз қызым. Апа, енді кешірім сұраймын, енді бірақ мынандай жерде тұрып жатқандарыңызға қанша жыл болды? 4 жыл болды. 4 жыл? 4 жыл болды. Мен пенсия аламын 52 мың. 52 мың? Қызым бұйырғанда да әкеледі, оны тамаққа қыламыз. Киімді әпереміз балдарға, тамаққа барып жейтін. Мынаның асты міне. Цемент те емес мынау уже. Қарашы. Топырақ екен. Топырақ. Жай топырақ. Менің аяғымнан осы отырғанда қазір сызып өтіп отыр да. Шын айтсам, отар өмір сүріп жатырмын. Осындай отбасының осындай жерде тұрып жатқанын көре тұра, біз қалай жүреміз ағайын? Негізі біз құр қол келген жоқпыз. Аязда тоңып мен үшін аямайды терісі жасады Рахмет сіздерге. Қалқыма рахмет. Бұнда рахмет сіздерге. Дәл қазір білесіз бе не істейміз? Тез киінеміз да жаңа үйге барамыз. Қазір ма? Қазір, апа. Ал, құтты болсын жаңа пәтерлеріңіз, апа. Жып жолы үйде өздеріңіз тұрасыздар. Жаңағы жерімен енді бұл королевский болып тұрған жер сізге. Ақымаға. Кіріңіз, апа, жүріңіз. Жып жылы пол. Паласы бар, бүкіл мебелі бар. Мына жақ енді ұлдар сендердің бөлмелерің болады. Мана. Иә. Мына жаққа не де керек? кроват қоясыздар.
Сізге мыңда бір рахмет. Сізге бір рахмет, бәріңізге мың рахмет. Сөз жетпейді. Үй ұнады ма? Ой, сөзім жоқ. Балалар ше, балалар үй қалай? Үй қандай екен? Сіздер көбейе беріңіздер. Біз кісілер жыламасын, кәрі кісілер. Балалар жыламай жүрсін. Аллаға шүкір деймін да. Қуанып тұрмын. Бүгін 5 отбасы үйлі болды. Бір күннің ішінде. Қарап тұрсаңыздар, 5 әртүрлі тағдыр. Біреуінің күйеуі тастап кеткен. Бірінің күйеуі бақилық болып кеткен. Бірінің күйеуі бар, бірақ әйел ауырып жатыр. Бірінің тұрып жатқан жерін көріп жатсыздар. Әртүрлі. Бір кем дүние дейді ғой. Бірақ сол жандар бүгін үйлі болды. Сіздермен біздердің арқасында. Аллаға шүкір. Қуан қазақ. Және қуанта беріңіздер қазақ. Аман болайық. Осымен біздің видеомыз тәмам. Көріп тамашалағандарыңызға мың алғыс. Лайк, комментарийларыңызды, жақсы тілектеріңізді аямай жаудыра беріңіздер. Және Каспий приложениесіне өтіп, Қарекет қайырымдылық қорына күнде шамаларыңыз келгенше ақшаларыңызды, садақаларыңызды бере беріңіздер. Тоқтатпаңыздар. Білесіздер, садақа пәле-желеден қорғайды және ризықтарыңызды арттырады. Ассаламу алейкум. Аман болыңыздар. Hareket.